Жоқ, қалайшы тағы да, әпке кімді уатты? Шолпан апай Төкен ағашыны. Төкен ағашыны. Фотосы бар ғой. Иә, Төкен ағашының алдына отырып алған. Айман нені уатты? Мәншүк апайды. Мәншүк уатты. Мен мамамды кім уатты? Сенің мамаң. Өзін өзі уатты ма? Жоқ, ол жыласын өзі. Спокойный болды мамаң. Спокойный? Спокойный болды. Мәншүк апай жылауық болды. Екеуінің соңынан жүгіріп жүреді. Кімнің? Шолпан мен Айман соңынан жүгіріп жүреді. Тоғылық болды тура. Екі аяқ мынадай болды. Кімнің? Мамаң. Е? Аяқ осылай болды. Отыра береді. Сосын не барға қазір сендер Айгерімнің шешесінің несі әкесінде жақын бірдеңе. Сол келіп веттехник болып істейді. Қойы әкеледі неге. Қандай Айгерім? Келін ба? Иә, Айгерімнің. Мұраттың әйелі ма? Иә, соның шешесінің бір жақындары. Вет, врач. 65-ші жылы қойылды. Асқан ағашымен сонда Әли апайды сен өзін уаттың ба? Получается, екеуін. Шолпан апай Төкен ағашын уатты. Әпке Мәншүк апайды уатты. Мама өзімен өзі жүрді. Иә, жүрді. Уже бесеу, иә? 3 жаста болды сол кезде, иә, 3 жаста. Тамири сияқты болды ғой. Иә, сонда ана шалдар тауда отырады ғой, бір әңгіме жасап бәрі қарап отырады ғой енді. Мен үйде бірдеңе шаруа істеп жатсам. Сосын барып нетті, шықты дейді үйден. Шалдар айтады. Содан кейін анау есіктің даландағы қораның есігі бар ғой, мынадай не қағады ғой, ағаш қағады ғой. Иә. Сосын ақын сол ағашқа шықты дейді, сосын күршегін ақын ашты дейді. Содан кейін барып жұмыртқаның етегіне толтырып үйге келіп жүгіріп келді дейді. Кім? Шешең, Раушан. Сөйтті ма? Раушанды қарап отырды. 3 жасында ма? Мен бұзауға кеттім қақырады бұзауға. 3 жасында? 3 жасында. Сосын келгеннен шалдар айтып отыр. Сөйтейді Раушан дейді, ағашқа аяғын салды дейді, сосын күршекті ақын ашты дейді. Содан кейін кіріп, қайра күршекті жауып, етегіне жұмыртқа толтырып үйге келді. Бәрін қарап отырды. Жұмыртқа, сүт, ірімшік, қаймақ бәрі болды, домашний, е? Сода жеті баланы өзім бақтың ба, ешкім қарамаған жоқ па? Жұмыс қалай істедің? Жұмыс істеген жоқпын. Сен жоқсың, үйде болдың баламен. Ақша берді ма саған? Мемлекеттен ақша берді ма? Кім береді? Мемлекет көмек ретінде ақша берген жоқ па? Не берді енді? Үй берді? Үй берді ғой. Подъемный ақша берді келгенде. Сақ базарын. Подъемный ақша?